Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін клиника кіріспе сабағынан медициналық деонтология негіздері атты тақырыпта лекция өтетін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Медициналық этика, деонтология дегеніміз не? Медициналық этиканы дәрігер мен әріптестер мен пациенттің өзара әрекеттесу ережелері мен нормаларын зерттейтін қолданбалы этика пәні. Медициналық этиканың негізгі қағидаларын Гиппократ тұжырымдаған деп есептеледі. Бәріміз естігенбіз, Гиппократ антын. Енді айта кететін жайт. Этиканың бұл бөлігі оның пәні адамның басқа адам және жалпы қоғам алдындағы міндеті туралы ілім болып табылады. Ресейде деонтология деп аталады. Медициналық деонтология науқастың сауығуына барынша қолайлы жағдай жасауға ықпал ететін медицина қызметкерлерінің дұрыс мінез-құлқы туралы ілім. Дәрігерлік этика түсінігін ауыстыру үшін хирург Петров деонтология, деген терминді енгізген. Медициналық деонтологияға мыналар кіреді. Олар бесеу: медициналық құпияны сақтау мәселелері, пациенттің өмірі мен денсаулығы үшін жауапкершілік шаралары, медициналық қоғамдастықтағы қарым-қатынас проблемалары, дәрігер мен пациенттер және олардың туыстары арасындағы қарым-қатынас және әртүрлі құқықтық органдар алдындағы қарым-қатынастар болып табылады. Ал медициналық этика деонтологияда ең негізгі мәселелер болып табылады. Олар эвтаназия, сонымен қатар науқастың сөзсіз өлімі болып табылады. Бұл ең негізгі мәселелер. Біз міндетті түрде білуіміз керек. Эвтаназияның ешқандай ақталуы жоқ бұл өмірде. Ол дұрыс емес. 1000% дұрыс емес. Медициналық құпия, медициналық құқықтық, әлеуметтік және этикалық ұғым. Ол медициналық қызметкердің пациенттің денсаулық жағдайы, диагнозы, тексеру нәтижелері туралы ақпаратты, медициналық көмекке жүгіну фактісі мен жеке өмірі туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға жария етуге тыйым салу болып табылады. Тексеру және емдеу кезінде алынған бүкіл ақпараттар құпия болып есептеледі. Медициналық құпияны ашу мұндай ақпаратты кем дегенде бір адамға, пациенттің өзін, оның заңды өкілдері немесе осы науқасты емдеуге қатысатын медицина қызметкерлерін қоспағанда ашу болып табылады. Олардың кімге белгілі болғаны маңызды емес: досы, жәбірленушінің әріптесі немесе бейтаныс адамдар. Мұның бәрі медициналық құпияны ашу болып табылады және заңды түрде сіз жауап бересіз. Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі медицина қызметкерінің құпиясы 273 бапта қарастырылған. Осы бапта толықтай жазылған қай кезде медициналық құпияны жария ету деп саналады, қай кезде болады, қай кезде болмайды, қанша және егер ауыр жағдайларда 3 жылға дейін түрмеге отыруыңыз мүмкін. Бірінші тармағы: медицина қызметкерінің жеке медициналық деректері, медициналық көмекке жүгіну фактісі, адамның денсаулығының жай-күйі, оның ауруының диагнозы туралы мәліметтер және оның тексеру және емдеу кезінде алынған өзге де мәліметтерді медициналық қызметкердің құпиясын құрайды. Яғни осы науқасқа тиесілі бүкіл ақпарат бұл медициналық құпия болып табылады. Ал екінші тармағында осы баптың 3 және 4 тармақтарында белгіленген жағдайларды қоспағанда оқу, кәсіптік, қызметтік және өзге де міндеттерді орындау кезінде оларға белгілі болған адамдардың медицина қызметкерінің құпиясын құрайтын мәліметтерді жария етуіне жол берілмейді. Сіздер міндетті түрде ұғынуыңыз керек. Енді ал 3 тармақты қарастырайық. Пациенттің немесе оның заңды өкілінің хабардар етілген келісіммен медициналық қызметкердің құпиясын құрайтын мәліметтерді оқу процесінде пайдалана отырып ғылыми зерттеулер жүргізу үшін беруге жол беріледі. Яғни, егер сіз қандай да бір ғылыми жұмыс кітапта белгілегіңіз келсе, науқастың келісімін алып, яғни қолдана аласыз. Ал 3 тармағын біттік. Енді 4 тармағы: медицина қызметкерінің құпиясын құрайтын мәліметтерді адамның келісімсіз беруге мынадай жағдайларда жол беріледі. Бірінші, заңды өкілі болмаған кезде өзінің жай-күйіне байланысты өз еркін білдіре алмайтын адамды тексеру және емдеу мақсатында. Екінші, айналадағыларға қауіп төндіретін аурулардың таралу, яғни себепшісі болатын кезде. Ал енді медицина қызметкерінің құпиясын құрайтын мәліметтерді қай кезде беруге болады? Жалғастырамыз. Яғни 5-шісі: Қазақстан Республикасының азаматтығының денсаулығына зиян
заңсыз әрекеттер салдарынан келтірілді деп есептеуге негіздер болған жағдайда. Адамда психикалық ауытқулар және жыныстық зорлық-зомбылыққа бейімділік болса, медициналық қызмет көрсету сапасына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезінде, медициналық қызметкердің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерге мониторинг жүргізу кезінде, прокуратура туралы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен прокуратура егер сұраса және әртүрлі тергеу жұмыстарына қатысты болса да, біз келісімсіз бере аламыз. Қан тапсыру және оның донорлығымен байланысты жағдайларды қоспағанда, жеке өміріне қатысты жеке медициналық деректерді пайдалану кезінде, жеке тұлғалардың жеке медициналық деректерін қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды жеке тұлғалардың келісімсіз оларды басқа дерек қорларға байланыстыратын телекоммуникация желілеріне қосуға жол берілмейді. Құрамдас бөліктердің, органдардың, ағзаның бөліктерінің немесе тіндердің, сондай-ақ құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдардың медициналық құпияны құрайтын электрондық құжат нысандарының мәліметтерді беру туралы сұрау салулары, психоактивті заттарды қолдану байланысты психикалық мінез-құлық бұзылыстары бар есепте тұрған адамдардың. Енді жетіншісін талқылайтын боламыз. Қай кезде, яғни бере аламыз. Науқастың денсаулығы туралы деректер медициналық қызметкерге байланысты емес себептер бойынша жалпыға қолжетімді болған жағдайда бұл медициналық қызметкердің құпиялылығын бұзу болып табылмайды. Яғни, ешқандай дәрігердің қатысуынсыз бұл жария болып кеткен болса, бұл біздің міндетіміздің ішіне кірмейді. Енді қолданылған әдебиеттерді көріп отырсыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Сау саламат болыңыздар. Каналға лайк басып, каналға жазылыңыздар. Тағы да басқа лекциялар болады.